Криштиану Роналду туралы 10 дерек. Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру 1985 жылы 5 ақпанда туған португалиялық футболшы. Англияның Манчестер Юнайтед клубында және өзі капитан болып табылатын Португалия құрамасында ойнайды. 1985 жылы 5 ақпанда Мадейра аралындағы Фуншал қаласында дүниеге келген. Ол аспазшы Мария Долорес дос Сантос Авейра мен бағбан Хосе Денис Авейра отбасында 4-ші бала болды. Сондай-ақ Криштианоның үлкен ағасы Угу, әпкесі Эльма және Лияна Катя деген әпкелері бар. Катя Авейра әнші болды. Португалияда Роналдо сахналық атымен өнер көрсетеді. Ол өзінің кәсіби мансабын Португалиялық Спортинг клубында бастады. 2003 жылы ағылшын Манчестер Юнайтедінде, 2009 жылы испандық Реал Мадридте ауысты. Бұл трансфер сомасы 2013 жылға дейін тарихта рекордты көрсеткіш болды. 2018 жылы италиялық Ювентус, 2022 жылы Манчестер Юнайтедке оралды. Ол бірінші рет Франс футболының алтын доп 2008, 2016, 2017 жылдары, FIFA-ның алтын добы 2013, 2014 жылдары және алтын бутсы 2008, 2011, 2014, 2015 жылдары жүлделерін жеңіп алған. Еуропалық жарыстардағы барлық уақыттағы үздік бомбардир, UEFA Чемпиондар Лигасының тарихындағы барлық уақыттағы ең үздік ассистент және рекордтық 7 UEFA Чемпиондар Лигасы маусымының үздік сұрмергені қатарынан 6 2018 жылы, сонымен қатар 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 және 2018 жылдары Реал Мадридпен қатарынан 3-ші рет Чемпиондар Лигасын жеңіп алғаннан кейін ол 5 рет кубокты жеңіп алған алғашқы ойыншы болды. Португалия құрамасы сапында 184 матч өткізіп, бұл ұлттық құрамалар тарихындағы 3-ші нәтиже. 8 ірі турнирде өнер көрсетіп, барлығында гол соққан. 2008 жылдан бастап ол ұлттық құраманың капитаны болды. 2014 жылы оның бомбардирі болды, ал 2016 жылы ол үшін өткізілген матчтар саны бойынша рекорд орнатты. Ұлттық құрамамен ол 2016 жылғы Еуропа чемпионаты және 2019 жылғы UEFA ұлттар лигасының жеңімпазы атанды. Ұлттық құрама сапында 100 немесе одан да көп гол соққан алғашқы еуропалық. Ол әлемдегі ең танымал спортшылардың бірі. 2016 және 2017 жылдары Forbes журналы бойынша әлемдегі ең жоғары ақы төленетін спортшы және ESPN нұсқасы бойынша 2016, 2017, 2018 және 2009 жылдары әлемдегі ең танымал спортшы деп танылды. Time журналы Роналдоны 2014 жылы әлемдегі ең ықпалды 100 адамның қатарына қосты. 2010 жылдан 2019 жылға дейін Forbes журналының мәліметі бойынша $800 миллион табыс тауып, ол 10 жылдықтың ең көп төленетін спортшыларының тізімінде тек Флойд Мейвезерден кейін екінші орынды иеленді. 2022 жылдың ақпанында ол Instagram желісіндегі 400 миллион жазылушыға жеткен тарихтағы алғашқы адам болды. Бойы 1,87 метр.